Қандай ақын жазушылардың шығармалары ұнайды? Ақын жазушылардың барлығы ұнайды. Ең біріншіден маған Абай Құнанбаев қазақтың бас ақыны. Кез келген өлеңдері, шығармалары, әндері, поэмалары, қара сөздері барлығы ұнайды. Мысалға, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін дейді. Не болмаса, жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық балы соқпақсыз жерде өстім, мың мен жалғыз алыстым, кінә қойма дейді. Осы сияқты барлық шығармаларын, қара сөздерін жатқа біліп, жатқа өтейік, жаттап өтейік. Көп рахмет. Қандай ақын жазушылардың шығармашыларын оқисыз? Мен өзім Ілияс Есенберлиннің шығармаларын оқимын. Оның көшпенділері мен тарихшы болғаннан кейін өзім кішкентай, соны 8-9 класс оқып жүрген кезден бастап, осы Ілияс Есенберлин кітаптарын оқи бастадым. Сонда мен ақындардың ішінде Мұқағали Мақатаевты жақсы көремін. Соның шығармаларымен өте жақсы таныспын. Рахмет. Қандай ақын жазушылардың шығармашылығы ұнайды? Жалпылама айта кетсек, жерлес жазушы Оралхан Бөкеевтің, Абай Құнанбайұлы, Мағжан Жұмабаевтың, негізгі халықтың осындай жаңағы ақын жазушылардың шығармалары ұнайды. Жарайды, рахмет. Қандай жанрдағы кітаптарды оқығанды ұнатасың? Фантастика. Рахмет. Қандай жанрдағы кітаптарды оқығанды ұнатасың? Мен көбінесе көркем әдебиет шығармаларын оқуға ұнатамын, және Шәкәрім Құдайбергенұлының Еңлік кебек деген шығармаларын оқуға ұнатамын. Рахмет. Біздің кітапханадан қандай кітапты алып оқыдыңдар? Оралхан Бөкеев Кербұға. Ал мен Атын Қожаны алдым. Біздің кітапханадан қандай кітапты алып оқыдың? Мен кітапханадан Оралхан Бөкей Қар қызы деген кітапты алып оқығам. Сүйікті кітабың қандай? Көкдауыл кітабы. Сенің сүйікті оқыған кітабың қандай? Қаңғыбас ешкі. Сенің сүйікті оқыған кітабың қандай? Агата Кристи «Карты за столом».